Дәл қазір Глазгода COP26 атты қоршаған ортаны қорғау мен климаттық дағдарыспен күресу мәселелеріне арналған саммит өтіп жатыр. Енді әріптесіміз Ердана Ержанұлы толығырақ баяндап бермек. Ердана, қайырлы таң. Қайырлы таң, рахмет. Студия 31 қазан 12 қараша арасында өтіп жатқан саммитті төрткүл дүние климаттық дағдарысты тоқтатудағы соңғы мүмкіндік деп атап отыр. Біріккен Корольдік құрамына кіретін Шотландияның Глазго қаласында өтіп жатқан саммитке COP26 деген атау берілді. COP26 ағылшын тілінде Conference of Parties, яғни тараптар конференциясы дегенді білдіреді. Бұл жерде тарап деп отырғаны 197 ел мен аумақ. Осыншама елдің көшбасшылары мен өкілдері осы қалаға бас қосып, климатты қалай жақсартамыз, болашақты қалай жақсы етсек болады дегенге бас қатырады. Бірақ осы күндізбеде күн тәртібінде тұрған 4 мақсатты таныстыра кеткен жөн секілді. Алғашқы мақсат жаһандық жылынуды 1,5 градус межеде сақтау. Ол үшін өндіріс пен тұрмыстағы қалдық газдар мөлшерін 2030 жылға қарай 50%-ға азайтып, ғасыр ортасында түгелдей нөлге жеткізу керек. Екіншісі, қоғам мен қоршаған ортаны қорғауға бейімделу. Үлкен өзгерістерге төтеп беретін инфрақұрылым салып, экожүйелерді қорғау. Үшіншісі, алғашқы 2 мақсатты орындау үшін дамыған елдер қалтасынан жылына кем дегенде 100 миллиард ақш долларын бөлу керек. Ал соңғысы осы мақсаттарға жету жолында тізе түйістіре жұмыс істеу. Алайда бұл мақсаттардың орындалуына көңілмен қарайтындар көп секілді. Солардың ішінде әлемнің түкпір-түкпірінде көтеріліске шығып жатқан адамдар да бар. Diciamo che secondo me è indicativo pensare che Глазгодағы COP26 саммитін ойласам, 30 жыл бойы босқа өткізген конференциялар есіме түседі. Еш нәтиже болмады. Қалдық газдар мөлшері артып жатыр, дағдарыс тоқтар емес. Әлеуметтік теңсіздік күшейіп келеді. Адамдар зардап шегіп жатыр. Дағдарысқа діттеп бара жатқан тоқырауды тоқтата алатын саммиттен үміт күтетіндер арасы бар секілді. Солардың ішінде 2015 жылғы Париж келісімінің негізін қалаушы Кристиана Фигерес те бар. Ол кісі әлі кеш емес дейді. Бұл жолғы саммиттен тұшымды түйін шығаратынымызға сенімдімін. 2 апталық талқыдан соң 1,5 Цельсий градус межесі бойынша кепілдік береміз деп ойламайым. Жыл сайынғы климат үшін бөлінетін қаражатты да 100 миллиард ақш доллар етіп бекіте алмайтын сияқтымыз. Бірақ бұл жеңілу дегенді білдірмейді. Біздің осы жерге келіп, бұл мәселеге салмақты түрде қарай бастауымыз 6 жыл бұрынғы Париж келісіміндегі жай-күйімізден дамып, біраз прогресс жасағанымызды білдіреді. Қаражат расымен де көп, тіпті бұндай ақшаны өз аузынан жырып беріп, ортақ қазанға салуда екталай секілді. Дегенмен де көміртегі бейтараптылығына қадам басу сәл оңайырақ секілді. Олардың ішінде мынандай мақсаттар бар. Яғни, аталған тапсырмаларды орындау үшін оң ықпал ететін әрекеттер қатарына көмірден бас тартуды тездету, орман ағаштарын кесуді қысқарту, электр көліктеріне ауысуды жылдамдату және сарқылмайтын энергия көздеріне инвестицияны арттыру жатады. Бұл мақсаттарды қолға жеткізу, яғни орындау барша адамзат үшін маңызды деп санайды ақш-тың Индиана университетінің профессоры, жер ғылымдарының докторы Филиппели Габриэль. Егер әлемдік көшбасшылар Париж келісімінде көзделген мақсаттарға қол жеткізе алмаса, адамзат алдында біз көрмеген денсаулық және қоршаған ортаға зиянын келтіретін алып дағдарыстардың күтіп тұрған ескертемін. Біразын көріп те үлгердік. Ең жақыны биылғы жазда болған алапат орман өрттері, тоқтаусыз жауын мен топан су және күшті құйындар. Бұдан олардың жиілей түсетінде жоққа шығармаймын. Ең қиыны бұл апаттардың ықпалы әлемнің әр жеріндегі жағдай тұрақсыз елдер мен дамыған елдердегі жағдай нашар топтарға ауыр тиюі. Сол себепті Глазгоға 25 мың адам келе жатыр. Бұл жаққа келетін адамдар үшін саясаткерлердің негізгі жиыннан бөлек жасыл зона ашылып, ол жерде 100-ден аса көрме мен 2 жақты іс-шара өткізіледі. Тіпті қаланың іші сыртына 18 миллион ағаш отырғызылады. Және өздеріңіз білетіндей, бұл шарада өткізіліп жатқан шараға келетін белсенділер мен үкіметтік емес ұйымдарының мүшелері де бар екен. Қазақстандық делегацияда осы конференцияға қатысуды жоспарлайды және 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптылығына қол жеткізу үшін ұсынылатын жоспарларды да көрсетеміз дейді.
кеше мен қазақстандық студенттермен, Глазгода оқып жатқан студенттермен байланысып, мән жайды біліп сұраған едім. Бізбен байланысқан туризм саласында оқып жатқан магистрант Толғанай Бакелекова қаладағы дайындық қызу деп атап өтті. Қазіргі таңда өте бір үлкен қарбалас болып жатыр деп айтсақ болады. Себебі осы дайындық үстінде бізде біраз көшелердің барлығы жабылып, адамдарға, тұрғындарға біраз кедергі болып жатыр шыны керек. Себебі біз күткендей емес, біраз басқаша болып жатыр. Себебі біз күнделікті университетке барамыз, кітапханаға барамыз. Үйге қатынауымыздың өзі біраз қиындық туғызды. Себебі үлкен маңызды жолдардың барлығы жабық. Сондықтан бізге үйге жету үшін біраз жолда айналып өтуге тура келді. Жалпы саммит Италияда өтіп жатқан үлкен 20-лықтың жиынына өткен естеріңізге саламыз. Бұл жиында әлем басшылары жиналып, сиқырлы Треви фонтанына барып, тиын атып, тілек тілеген еді. Енді ашыққан капитализмнің тәбетін тек осында сиқыр ғана басылатын секілді. Мендегі бар осы, студия сөз кезегі өздеріңізде.